Жәрмеңкедегі жабайылықты ұмытпадық. Жұлдыз Абдукаримова астаналықтарды мәдениетті болуға шақырды. Белгілі актриса Қайрат Нұртастың әйелі Жұлдыз Абдукаримова Инстаграм парақшасында балалық шағындағы естелікпен бөлісіп, астаналықтарды мәдениетті, әдепті болуға шақырды. Қонақ келе жатыр, үй жинаңдар. Бала күнімнен білетінім, үйге қонақ келерде айналаны айнадай қылып жалтыратып қоятынбыз. Анам арнайы ыдысын шығарып, дастарханға бар тәттісін үйіп төгетін. Бәріміздің үстімізге әдемі киім кигізіп, шашымызды тас қылып өріп қоятын. Келген қонаққа біздің тек жетістігімізді баяндап, реті келсе жаттаған тақпағымызды айтқызып, 5 деген бағаға толы күнделігімізді көрсетіп қалатын, деді өнер иесі. Ол сондай-ақ былтырғы Тәжікстанның Қазақстанға келіп өткізген жәрмеңкесін есіне алды. Айтпағы мынау, 8-16 қыркүйек аралығында Астанаға әлемнің түкпір-түкпірінен 5000-нан астам қонақ келеді. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Барынша қонақжайлық танытайықшы. Өткенде Тәжік жәрмеңкесіндегі жабайылықты ұмыту мүмкін емес. Қазақ деген ұлттың бейнесін көрсететінбіз. Мәселен, өзім шетелге барғанда таңданатын бір жайды айтайыншы. Түркияда әуежайдан қонақ үйге жеткенше такси жүргізушісі елінің тарихын, қаланың әсемдігін тамсана баяндайды. Ұлы тұлғаларын айтып мақтана. Сүйсінесің, сізге жолыққан әр туристің алдында қазақ деген халықтың бейнесін көрсетіп тұрғаныңызды әр қайсымыз ұмытпайықшы, деп өтініш білдірді Жұлдыз Абдукаримова. Желі қолданушылары актрисаның бастамасын қуана қолдады. Дұрыс айтасыз, өте орынды мәселе көтердіңіз, осындайда қатты білінеді. Барынша мәдениетті болайық, қазақтар. Дұрыс айтасыз, біздің таксистер қайтесін, көп ақшалам деп шетелдіктерді алдап, алаяқтық жасап кетеді. Осы нәрсе тіпті ұят. Өзімізді өзіміз мақтап көтермесек, бізді біреу келіп мақтамайды, деп жазды көпшілік.